Өте жақсы. Ал балалар, біз бұл цилиндрді және конусты біз не үшін құрастырып жатырмыз? Өйткені біз 3D объектілерін құруды үйреніп жүрміз, иә? Сол жерде біз конусты, цилиндрді және пирамиданы, түрлі объектілерді салып, көріп жүрміз, иә? Өте жақсы. Ал енді балалар, бері қарап жіберейік. Миға шабуыл жасайық енді. Миға шабуыл. Сұрақтар қояйын мен сіздерге. Сіздер осы сұрақтарға тездетіп жауап беріп жіберейік. Миға шабуыл. Қараңыздаршы балалар. 3D графика дегеніміз не? Айта бер. Объектіні үш өлшемді кеңістікте көрсетеді. Жақсы, өте жақсы. Ал келесі программада қандай шаблондар бар? Айта бер. Жай шаблон, сәулетті шаблон, жобалық шаблон. Жақсы. Программада қандай шаблондар бар десе, 3 түрі бар, шаблондардың 3 түрі бар. Ол жай шаблон, жобалық шаблон және сәулеттік шаблон. Өте жақсы. Ал енді балалар, қане дәптерімізді ашайық. Бүгінгі числоны жазайық. Дәптерімізді ашып, бүгінгі числоны жазып. Бүгін бізде жаңа тақырып объектілердің 3D модельдері. Жазып тұр. Объектілердің 3D модельдері. Тақырып жазамыз. Бүгінгі тақырыбымыз объектілердің 3D модельдері. Енді балалар, оқу мақсаты 3D редакторындағы объектілердің модельдерін құру. Бүгін енді біз жаңағы конустың, цилиндрдің, пирамиданың және түрлі объектілердің суреттерін SketchUp программасында салып үйренеміз. Қане, дәптерімізге жазып алайық тақырыпты. Сол бойынша видео сабақты көріп отырып, керекті ақпараттарды дәптерге жазып отырайық. Тақырыпта әрі көрнекі болуын қамтамасыз ететін объектілер бар. Мысалы, мәтіндік редакторға мәтінмен қоса дыбыс, анимация, сурет, диаграмма мен автофигуралардың объектілерін енгізуге болады. Міне осындай объектілерді программаға енгізетін программа модульдерін кірістірген объектілер немесе программалар деп атайды. Мұндай ішкі программалар SketchUp'та да бар. SketchUp программасында 3D моделін құруға құралдардың көмегімен қарастырылып жатқан модельді мүмкіндігінше шынайы объектіге ұқсату үшін кірістіру, бояу және шаблонға салуды қолданады. SketchUp программасының мәзіріндегі терезек бөлімінде орналасқан материалдар, компоненттер және стильдер диалогты терезелерінің қызметімен танысамыз. Материалдар модулі. Бұл модуль программада құрастырылған модельді бояуға, объектінің сыртқы бейнесін табиғи көрінісіне жақындатуға көмектеседі. Мысалы, үйдің моделін құрастырып көрейік. Егер үйдің қабырғалары кірпіш болса, онда кирпич яғни бетонка. Ағаш болса, древесина бөліміндегі ағаш түстерінің бірін таңдайсың. Ал үйдің төбесін құру үшін кровля бөлімінен металлическая немесе шифр таңдалады. Компоненттер және стильдер модульдері. Компоненттер моделінің көмегімен дайын объектілерді программаға кірістіреді. Іздеу жолағының көмегімен 2D немесе 3D модельдерінің дайын эскиздерін интернет беттерінен тауып, көшіріп алады. Көшіріп алған компоненттерді қайта өңдеуге және толықтырып, қайта құрастыруға да болады. Стильдер модулі көмегімен құрастырылып жатқан объектінің бейнелеу стилін өзгертеді. Әрі түрлі түсті етіп ауыстырады. Суретте көріп тұрған түстердің орнына басқа түстерді қоюға болады. Міне балалар, SketchUp
ішкі программасының мәзіріндегі терезе бөліміндегі модуль негізгі қызметімен таныстық. Басқа осы сияқты программаларға қарағанда SketchUp'та кірістірілген объекттер аз. Бірақ осы сияқты ішкі программалардың өзімен-ақ SketchUp'та табиғи объекттердің шынайы моделін құрастыруға болады. Модельдерді құрастыруға болады екен, шынайы сияқты. Мінекей, мына суретті қарасаңыздар, үйдің суреті. Шыны сияқты көрініп тұр, ал ол жай ғана, иә, 3D өте жақсы. Ал енді біздер қосымша айтып кететін SketchUp программасының мәзіріндегі терезе бөлімінде орналасқан материалдар, компоненттер және стильдер диалогтық терезесінің қызметімен танысамыз. Мысалы, мінекей қараңыздар, міне мына прямоугольник дейді, төртбұрышты алып алсақ, біз үй салғанда қолданамыз, иә? Ары қаратай дөңгелекті қарасаңдар, міне окружность дейді, многоугольник дейді, перемещение, вращение, масштаб дейді. Масштабпен жаңағы біздің объектілерді үлкейтіп, кішірейтіп, керекті объектілерді, суреттерді салуға көмектеседі, иә? Рулетка дейді, мінекей, угломер дейді, өлшейтін, иә? Өстер, мінекей, осыны білдіретін. Ары қаратай міне карандашты қараңдар. Карандашты да біз көп қолданамыз, иә? Paint программасы сияқты SketchUp'та да осы жұмыстар жасап, суреттерді, объектілерді салу өте тиімді. Бірақ SketchUp'та біз Paint'та құры суретті төртбұрыштап саламыз да, құры сурет қалпында қалады ғой. Ал енді мына жерде біз SketchUp'та оны ары-бері бұрып, айландырып көре аламыз, иә, балалар? Ары қаратай дуга дейді, міне доғаны қараңдар, от руки дейді, қолдан салуға болады, иә, суреттерді. Және міне теней толкай дейді. Міне мынаны салып алса, мынаны таңдап алса, ары қаратай ары-бері қозғап көруге болады, иә? Введение дейді, мінекей, айландырып жасап алуға мүмкіндігіміз бар. Сдвиг дейді, мінекей. Осыларды пайдаланып, қазір біз суреттер салып, ары қаратай объектілерді жасап көреміз. Қане балалар, дәптерге жазып алдық па? Жақсы. Ондайше сіздерге қазір скаффолдинг әдісі бойынша тапсырмалар беремін. Сол тапсырманы тақтадан бірінші көреміз да, содан кейін барып компьютерға, ноутбуктарға отырып жұмыс жасаймыз. Бірінші топ, бірінші қатарға, мына қатарға отырамыз, екінші топ, екінші қатарға отырамыз, иә? Орындықтар тұр, бір орындық жетпесе, ақырын ғана ауысып отыра қаламыз. Қане қазір тұра тұрамыз алдымен. Скаффолдинг ашып алайын. Мінекей, скаффолдинг қараңдар балалар. Тәжірибе түрінде қолдану. Мінекей, тәжірибеде бірінші топтың жұмысы, қараңыздар, бірінші топтың жұмысы SketchUp программасының құралдарын пайдаланып цилиндр құрастырамыз. Түсінікті ғой, бірінші топ цилиндр құрастырамыз. Екінші топ конус құрастырамыз. Бұл бірінші тапсырма. Бірінші тапсырманы кім жақсы орындап біледі, оған 3 балл береміз. Ары қаратай, екінші тапсырманы қараңыздар, бұл да сол компьютерде орындалатын тапсырма, ақыры отырған кезде бірден. Екінші тапсырма, бірінші топ үйдің моделін құрастырамыз, ал екінші топ баспалдақ моделін құрастырамыз. Ал қанекей балалар, ақырында орындан қозғалып, компьютерге отырайық, ашып, болдым. Жақсы, жарайсыңдар. Сіздер конус саласыздар. Конус, анда цилиндр. Конус салыңыз. Конуста, өте жақсы. Қане? Тұра тұрыңыз. Мышкамен жұмыс деген жақсы ма ыңғайлы? Мышкамен бүйтіп алып тастаймыз да, қайтадан мінекей. Бүйтіп, міне. Ал енді карандашпен міне тура ортасынан бүйтіп алып алмаймыз ба. Ал ары қаратай өзің сала бере ғой. Жақсы. Жақсы. Конус саламыз, конустың. Жақсы, өте жақсы бала. Міне цилиндр салып бітті. Ары бері ауыстырып көреге жылжытып қалай көріңіз. Иә, түптерін молодец, айландырып әдемі жасап отыр. Өте жақсы. Жарайсыңдар. Бірінші тапсырмаға жақсы орындаған оқушыларға 3 балдан берген. Мінекей.
Өте жақсы. Орындап біттік, жарайсыңдар. Жақсы. Оны үшін отырып Жарайсың. Жақсы. Молодец. Енді бәріміз орнымыздан ақырын тұрып, ортаға кеп отырайық. Екі жақта өте жақсы жұмыс жасадыңыздар. Болды, қалдырамыз. Балымызды алып келеміз. Орнымызға отыра қаламыз, иә? Жақсы. Ортаға отыра қаламыз орнымызға. Тездетіп отыра қойыңыздар. Орындаған тапсырмаларымызды қазір толықтырайық. Қазір сіздерге міне ортада постер қойдым мен. Осы постерді мен сұрақтар тұр. Қараңыздаршы. Тыңдап отырсыздар ма? Ортадан мен сұрақтар тұр. Осы сұраққа мен жауаптарын жазып қойғанмын. Міне. Осы дұрыс жауабын көріп, оқимыз, сұрақты оқимыз. Дұрыс жауапты оқимыз. Содан кейін осының астына дұрыс жауабын жазамыз сұрақтың астына. Қате болып қалмасын. Ал. Қане балалар. Айтып жіберейікші, қане сұрақты оқиық. Екінші топ тыңдап отырамыз, балалар? Тыңдаймыз, содан кейін бағалаймыз. Скетч программасының құралдары қандай бөліктерден тұрады? Негізгі құралдар, сызу құралдары, модификация. Скетч программасының құралдары қандай бөліктерден тұрады дейді. Нақтылап, қаттырақ оқиық, ана екінші топ естімей қалмасын. Негізгі құралдар, сызу құралдары және модификация дейді. Өте жақсы. Молодец. Екінші сұрақты оқып жіберіңдер, тездетіп. Оқи беремін. Айналдыру батырмасын қандай әрекеттерде орындауға қолданылады? Камераны объектінің айналасына айналдырып қарауға арналған құрал. Жақсы. Дұрыс айтасыңдар. Жарайсыңдар. Жабыстыр. Кескіндер неден құралады? Пиксельдерден. Пиксельдерден құралады. Өте жақсы. Компьютерде сексені суретін салуға болатын тағы қандай программаларды білесіңдер? CorelDRAW, Photoshop. Қандай программалар бар деп болады? CorelDRAW, Photoshop. Жасап біттік, компьютерда практикалық жұмыстарды қолдандық. Бүгінгі біздің сабағымыз жаңағы практикалық жүзінде. Сендерге ұнады ма балалар? Жақсы. Тездетіп жазып аяқтаймыз. Қазір телефонымызды қосамыз. Телефонға мен ссылка жіберемін. Сол ссылка бойынша Padlet тақтасына қосыламыз балалар. Байланыс береміз. Өзін-өзі бағалау болады. Сондықтан біз жеке жұмыс жасадық қой, жеке жұмыс жасадық, топтық жұмыс жасадық. Осы жұмыстарды қалай орындағаны туралы балалар әркім өзін-өзі бағалайды. Маған қане кері байланыс беріңіздерші. Мінекей, скаффолдинг әдісі бойынша скаффолдингте тапсырмалар берілді ғой, жеке тапсырмалар берді, топтық тапсырмалар берді. Осы жерде міне оценкада оценить дегенді басамыз. Мінекей, дұрыс балалар өте жақсы. 6 бала бірден оценка беріп жатыр, 7-ші бала беріп жатыр мінекей. Мына жерді бассаңдар, балалар, комментарий жазылады, сол комментарийді жазып кетеміз. Комментарий. Өзімізді өзіміз бағалаймыз. Жаңағы атымызды жазып, кім қанша бал жинады, соны жазып кетеміз. Жарайды ма? Рефлексияны да телефоннан жасаймыз балалар. Мінекей, жұлдызшаны басамыз, одан кейін комментарий жазамыз. Жақсы ма? Бүгінгі сабақты бағалаймыз. Рефлексия жасап, қорытындылайық. Телефоннан да жұлдызшаларды басып жатырмыз, өзі де жақсы өтті ма? Ұнады ма сендерге балалар? Жақсы. Онда бағалап, комментарий жазып бітсек, орнымыздан тұрамыз. Сау болыңдар балалар, сабағымыз аяқталды.